Мынау күрделі көрінгенмен еш қорықпаңыз, мына жерде жақшаларды ашып жіберіңіз. 4-тен 1 деген 0,125 кәдімгі. Қосылған 2 бүтін, период қондық бөлшекті жай бөлшек алыңдарыңыз 9-дан 8, өйткені периодта қанша цифр болса, астан сонша 9 түседі. Минусына екеуіне де қатысты, минус 0,2 және минус болып кетеді, 1,9-дан 8 деген сан араласаң айлатсаңыз, 9-ды 1-ге 9, 38, 17 міне. 1,9-дан 8. Сосын сіз ыңғайлы тәсілмен азайтасыз, яғни сіз мынадан мынаны азайтасыз. 2,9-дан 8 азайтсаңыз 1,9-дан 8, сол кезде 2 азайту 1 сияқты, 1 болады. 1,1-ге мына 0,25 қосаңыз 1,25 болады. 1,25-тен 0,2-ні азайтсаңыз 1,105 болады. 1,105, 1,05, мұның үсті. Астына қарасаңыз 12 көбейту 2 24, 24 бөлу 4, ол кәдімгі ауызша 6. Мынау айттық қой, 9-ның 9 ол 1-ге тең, 1-ге 1 қосақ 2. Сондықтан мұнда 18 көбейту 2, 18 көбейтілген 2, бөлуді көбейтуге алғыр жүрдік 0,5 үстіне барады. 2 астына келеді, 2 мен 2 қысқарады да, 18 көбейту 0,5 деген сөз, 18-дің жартысы. 18 жартысы ол 9. 9-ға мына 6-ны қосып жіберіңіз. Қанша болады астында? 15 болады. Соған қосыңыз дейді 0,03 деген сөз 100-ден 3-ті. 100-ден 3-ті. Соны квадраттағанда не шығады дейді. Мына екісі 5-ке қысқаратын көрініп тұр ғой, 5-ке қысқартсақ, мынарды 105-ті 5-ке бөлген кезде бізде 21 болады, яғни 0,21, аны 5-ке бөлсек бізде 3, 21 3-ке бөлінеді, 21 3-ке бөлсек 7, амында 0,107. Амында бізде 0,103 болған. 107-ге 103-ті қоссақ неше болады? 110 немесе 10-нан 1. 10-нан 1-ді квадратсаңыз 101 шығады. 0,01 немесе 101 деген сан. 2 тиын, 2 тиын тұр. 2 тиын 5 жаңғақты 3 минутта жейді. Бұндай күрделі пропорцияларда былай 5 жаңғақ 3 минутта деген сөз 5 жаңғақ бөлеміз 3 минутқа. Сол кезде бізде болады 3-тен 5 жаңғақ минутына. 3-тен 5 жаңғақ минутына. Кім жейді? 2 тиын. 2 тиын бізде жейді 3-тен 5 жаңғақ минутына. Яғни әр минут сайын 3-тен 5 жаңғақ жеп қояды деген сөз. 3 тиын жейді 7 жаңғақ x минуттан, белгісіз. Яғни 7 жаңғақ x минутта. Ол деген сөз x-тен 7 жаңғақ минутына жейді деген сөз. Енді кәдімгі пропорцияны білесіз ғой. Пропорцияны білесіз. Мынаны 2-ге көбейтесіз. X-тен 7-ні 2-ге көбейтесіз. X-тен 14 болады. Сосын 3-тен 5-ге көбейтесіз. 3 пен 3 қысқарады да 5 болады. Енді X табу үшін 14-ті 1-ге көбейтіп 5-ге бөліңіз. 14 бөлу 5. Немесе 2,8 минут кетеді екен, 3 тиынға 7 жаңғақ жеу үшін. Ары қарай. 1-ден бастап 111-ге дейінгі барлық 9-ға бөлінетін сандардың қосындысы. 1-ден бастап 111-ге дейін ең бірінші сол 9-дың өзі, 9-ға бөлінетін сандар. Кейін 18, осындайларды қоса беріңіз, ең соңғысы 99 9-ға бөлінеді, 99 9-ға 108-ді 9-ға бөлінеді екен. Гаусс әдісімен есептеу керек. Қалай есептейміз? Ең біріншісімен ең соңғысын қосамыз, 117 шығады. Оның алдыңғысымен мынаны қосамыз, ол да 117 шығады. Осындай 117-лер саны нешеу? Мынарда неше сан көрсеңіз, соның жартысындай. Ал 9-бен 108-дің арасында неше сан бар? 9 бен 108-дің арасында неше сан бар? 9-ға аттап жатсақ, егер 9-ға секіріп жатсақ. Оны есептеу үшін 108-ден 9-ды азайтып 9-ға бөлеміз. 108-ден 9-ды азайтсақ 99, 99-ды 9-ға бөлеміз. 11, сосын 11-ді қосамыз. Екі жақ шетін қосып есептеу үшін, сол кезде 12 сан бар. Мынада 9, 18, 27 деген сандарды тізсек 12 сан бар. Мынарда 12 сан болса, екеулеп алып отырғанда 117 береді. 2-2-ден алып отырғанда 117 болады. Демек бізде 6 жұп бар 117 болады. Өйткені 12 саннан 2-2-ден алып тастап отырсаңыз 6 жұп шығады. 117-ні 6-ға көбейтіңіз. 7 мен 6 көбейткенде 42 соңы 2 мен аяқталады. Онда бір ғана жауап бар. Демек 702 болу керек. Келесі мысалда, мына жерде де бір қиын сияқты көрінуі мүмкін. Мына бөлшекті бөліңіз үлкен нәрсеге, ол үшін мына бөлшекті мынаған бөліңіз дейді. Мына жерде қараңыз, мына жерде минус 1,1000-нан 325 пен 8-ден 9 деген 1,8-ден 1 немесе 1,8-ден 1 дегеніз 1000-нан 125. Яғни мына ең соңғы сан мен ең бір сан жойылады өзара. Енді қараңыз, мынау 2,15, мынау да 2,15 басқаша жазылған. 2,2-ден 1 ол да 2,15. Ал 0,9 период ол 9-ден 9, яғни 1 деген сан. 2,15-ді 1-ге бөлсек 2,1. Мынарда 2,15 шығарып жіберіңіз екеуінен. Сол кезде 2,15 шығып кетсе, шашқан сыртына бірінші орында 99 қалады. Қосылған екінші орында 1 деген сан қалады. 99-ға 1 қосақ 100, 100-ді 2,15-ге бөлсеңіз 250. Ал үстінде 375 тұр. 375 пен 250 қысқарады ғой.
Иә, әрине 25-ке қысқаратын бірден көрініп тұр, иә. Енді 25-ке қысқартсаңыз 250 25-ке 10 ғой. 375 25-ке ол 400-ді 25-ке бөлгендей, бірақ 1,25 жетіспейді. Ал 400 бөлу 25 бізде 16 болса, 1,25 жетіспесе, ол 15 болады. Яғни ол 1,15. Қасында 1,15 қосу 2,5 деп тұр, ол 4. Астында мынаның барлығы бізде 4 шықты. Мынаның барлығы бізде 4 шықты. Енді 20-ның квадраты азайту 16-ның квадраты сіз кәдімгі квадратпен есептей аласыз. Немесе бірінші бетте осыған берген бізге есептеу болды. Егер а-ның квадраты азайту b-ның квадраты болса, ол а минус b плюс b-ді екі жақ жағымен жүктеуге болады. Мысалы 20 азайту 16, 20 қосу 16-ға тең болады. Яғни квадраттардың айырмасы былай азайту тұрса. 20 азайту 16 4, 20 қосу 16 36, оның астында тағы да бөлу 4 тұр, 4-тер қысқарады, сонда 36 шығады. Мына жердегі заттың бәрі 36. 12-ның квадраты деген сөз 12 көбейту 12. Ал астында бізде 36 тұр. Мына 36 12 қысқарады, 3 болады, 12-ні 3-ке бөлсеңіз жауап 4 шығады. Яғни қиын көріне берсін, бірақ сіз ең оптималды тез жолмен есептеу керексіз. Әрине көп зат жоғалады, қысқарады, көп нәрсе ауызша шығады. Осы жолы ең тиімді тәсіл. Бірақ есептеп көріп қорқып кетпеңіз әрине. Мына жігіттің мынардан 11.750 теңгесі болыпты. Ол мынандай бағытта жұмсапты. G бөлу P 3 бөлу 4 дейді. Яғни мынаған қатынасы 3-тің 4-ке қатынасындай. Ал W бөлінген P 3 бөлу 5. W деген мынау 3 жазамыз, P-ның қасына 5 жазамыз. Сол кезде мына 4 пен 5-тің ортақ ең кіші ортақ еселігі бізде 20 болады. 20 болсын. 4-тен 20 шығу үшін 20-ны дұрыстап мен жазайын былай. 20-ны былай жазайық. 20. 4-тен 20 шығу үшін 5-ке көбейтілді. Демек, онымен бір қатынасы тұрған 3-та 5-ке көбейтілді, 15 болады. 3 бөлу 4, 15 бөлу 20 бірдей. Ал 5-тен 20 шығу үшін 4-ке көбейттік. Демек, 3-ті 4-ке көбейтеміз. Бір қатынасы тұрғандықтан. Сол кезде 3 бөлу 5, 12 бөлу 20 бірдей. Міне бірдей қатынас, оны x тіркейміз. Барлығына 11.750 теңге кетіп тұрған. Барлығын қосып 11.750-ге теңестіреміз. 15 пен 12-ні қоссақ 27, оған 20 қоссақ 47x. Бізде 11.750 теңгеге тең. 1x табу үшін мына санды 47-ге бөлеміз. Ол сан 47-ге міндетті түрде бөліну керек. Бұлай есептей салайық оны. 11.750 бөлеміз 47. Уақыт үнемдеуішіне 250. Біздің 1x-іміз 250 теңге екен. Енді G-дің 50% дейді. G деген сөз бізде мынау 15x, 15-ті 250-ге көбейтіп, соның 50% деген сөз жартысын табамыз. 15-ті 250-ге көбейтіп, соның жартысын табасыз. Немесе 15-ті 125-ке көбейтесіз. 10-ті 125-ке 1250, 525-ке сол 1250-дің жартысы. Яғни 625. Сол кезде 1875 болады. Яғни 1875 деп басталатын екі жауап бар. Сосын екіншісі 1250, 1250. Екіншісін тапсақ, жауап шығады екен бізде. P-ның 25% дейді. P бізде 20x. 20-ны 250-ге көбейтіп, 25% деген қалай? 25% деген сөз, ол 50%-ның жартысы, яғни жартысын жартысы, немесе 2 рет 2-ке бөлу, немесе 4-ке бөлу. 20 мен 4 қысқарады, 5, 5-те 250-ге 1250. Мынау біздің вариант. 21. 2007 жылғы санақ бойынша оңтүстік Африкада Кейптаун қаласының халық саны мынандай болыпты. 3 миллионнан астам, иә. Бұл саннан мына санын азайтқанда шығатын сан қандай санның квадраты болатынын табыңыз. Бұл саннан мына санын азайтқанда дейді. Яғни азайтайық, мына астына 7-тен 3 азайтсақ, 4 болады, 9-дан 7 азайтсақ, 2 болады, 0 жетпейді, 10-нан 6 азайтсақ, 4 болады, мынарда 6 қалды. 6 мына 7-ге жетпейді, сондықтан тағы қарызаламыз, 16-да 7 азайтсақ, 9 қалды, мынарда 8 қалды, мынарда 4, 3. Осы сан қай санның квадраты болатынын табыңыз, мыналардың ішінен. Енді соңғы 4-ке аяқталады. Квадрат деген сөз өзіне көбейту. 2-ні 2-ге көбейтсеңіз 4-пен аяқталады. Иә. 8-ді 8-ге көбейтсеңіз 64 4-пен аяқталады. 4-4-ге көбейтсеңіз 16 6-мен аяқталады. Бұл санның квадраты емес. 6-ны 6-ға көбейтсеңіз 36. Ол да 6-ға аяқталады. Енді сізде екі ақ вариант қалды. Мына екеуін қайсысын өз-өзіне көбейткен кезде мына санға жетіп қалады. 3.489.000-ға. 2000 ол вариант емес. Неге? Өйткені 2000-ді 2000-ға көбейтсеңіз, 2170-ге тұр, бірақ 2000-ді 2000-ға көбейтсеңіз, одан кіші санды өз-өзіне көбейтсеңіз. 2-ні 2-ке сіз білесіз 4 болады. Сол кезде 3 0 мен 3 4 миллион болады. А менің саным 3
бір нәрсе, иә, сондықтан мынау емес, ол мынау болу керек. Яғни мен есептемей жауабын тауып отырмын. Есеп тестте жауаптары белгілендіктен үнемі жауаппен жұмыс істеңіз. Есеп қиын көрінуі мүмкін, ұзақ көрінуі мүмкін, бірақ жауап сізге тез шығаруға көмектеседі, тез жауапқа жетуге. Екі таңбалы санның цифрларының қосындысы сол саннан 4 есе кіші. Жақсы, егер берілген санның цифрларының орнын ауыстырып шыққан саннан бастапқыда берілген екі таңбалы сан азайтсақ, 36 сан шығады. Берілген мына шарт бізге жеткілікті. Мына екінші сөйлем бізге жеткілікті. Осыны жақсы алып алайық. Егер берілген санның цифрларының орнын ауыстырып шыққан саннан бастапқыда берілген екі таңбалы санды азайтсақ, 36 шығады. Берілген екі таңбалы санның 75%, санның өзіме 75%, яғни 4/3 бөлігі 75% деген сөз 100-ден 75 қой. 100-бен 75 25-ке қысқарады да 4/3 бөлік сияқты. Яғни біздің іздеген санның 4/3 бөлігін табу керек, өзі емес. Бірақ сол саннан цифрларын ауыстырған санды азайтсақ 36 шығады дейді. Яғни ойлаңыз, әрине мына жауаптар ол сандардың 75%. Мысалы, былай ойлайық, егер менде мынандай сан болса 28, орнын ауыстырсам 82, азайтсам 36 шығады дейді. Сондықтан мыналар бір-біріне жақын болу керек. 8 мен 2 арасы 3-4 болатындай. Сондықтан ол мысалы 84 пен 48. Иә, 84 пен 48. Азайтсаңыз 36 шығады. Азайтсаңыз 36 шығады. Өйткені 14-тен 8 6, міне 6 деген жерге келеді, иә. Және мынарды 7 қалды, 7-тен 4 3 қалды. Яғни менің саным осы болу керек. Егер берілген сан цифрларын орнын ауыстырып шыққан санның бастапқы санды азайтсаңыз, шыққан сан мынау, бастапқы сан мынау. Демек, бастапқы сан 48 болса, оның 75% немесе 4/3 бөлігі 4-ке бөлеміз, 48-ді 12, 3-ке көбейтеміз. 36-ға тең. Есептің жауабы 36. Теңдеу құрастырып шығару жолына келетін болсақ, барлық шартты орындау керекпіз. Екі таңбалы санның цифрларының қосындысы сол саннан 4 есе кіші. Екі таңбалы сан деген сөз А Б мынандай. Яғни А ондық немесе 10А қосылған Б бірлік. Міне мынау екі таңбалы сан. Осының цифрларының қосындысы мына А-ға Б қоссақ, А плюс Б. Осы санның өзінен 4 есе кіші. Яғни 10А плюс Б-дан 4 есе кіші. Мынадан 4 есе кіші деген сөз, мынаны 4-ке көбейткенде ғана анаған жетеміз. 4-ке көбейтіңіз. 4А қосу 4Б. Ар жақта 10А қосу Б. 4А-ны 10А-ға қарай жіберіңіз, 6А қалады. Артағы 4Б-дан Б-ны азайтыңыз, 3Б болады. Сол кезде 3-ке бөлінеді, Б тең 2А. Біздің санымыз мынандай. Яғни бірліктер саны цифры ондықтарынан 2 есе артық болып тұр. Дұрыс па? Б тең 2А дейді. Яғни А 1 болса, мынау 2 деген сөз ғой. Бірақ 12 мен 21 азайтсақ 30 шықпайды ғой. А 2 болса, мынау 4. Бірақ 42 мен 24 азайтсақ 36 шықпайды. Яғни бізге үлкенірек керек. 3 болса 6, 4 болса 8. Мына жерде жұмыс істеп бастайды ол. Егер ары қарай теңдеу құрып шығарғымыз келсе. Осылай да шығаруға болады.